Бүгін ауыл мектептерінің 5-6 сынып оқушылары үшін 1000 бала ұлттық республикалық олимпиадасының екінші кезеңі өтуде. Бірінші кезең 2-10 сәуір күндері онлайн форматта өтті. Тестлеуі арнайы платформада орындалды. 1000 бала олимпиадасына біздің облыстан 167 оқушы қатысты. Оның ішіндегі 35-і былтырғы оқу жылының жеңімпаздары. Биыл екінші кезең барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, Петропавл, Тайынша қалалары мен Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның Новоишимка ауылындағы Ю-стадия тестлеу орталықтарында офлайн режимде өтеді. Финалистерге математикалық сауаттылық, оқушыларға арналған тиісті оқыту тілдерінде ағылшын тілі және жаратылыстану ғылымдары бойынша академиялық білімді бағалау үшін компьютерлік тестлеуден өту қажет. Олимпиада жеңімпаздары еліміздің дарынды балаларға арналған жетекші мектептерінде, республикалық физика-математика мектебінде, арнайы білім инновация дарын мектептерінде және Елбасы академиясының бірге оқу онлайн мектептерінде оқуға мүмкіндік алады.